Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен фунчоза салатын жасайтын боламыз. Үй жағдайында өте дәмді болып шығады. Видеоны көрместен бұрын лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Құрамын төменге жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: помидор, огурцы, сәбіз және уксус қажет болады, соевый соус, тұз, керегінше приправаларды қолданатын боламыз. Ең алдыменен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Ұзынша етіп өткізіп аламыз. Сосын огурцымызды майдалап турайтын боламыз. Видеодағыдай турасаңыздар, біздің салатымыз өте дәмді болып шығады. Мен тәтті бұрыштың орнына помидорды қолдандым. Сіздер қалауларыңызша өзгерсеңіздер болады. Помидорды осылай бөліп аламыз және ортасындағы жұмсағын алып тастаймыз. Суы шығып кетпеу үшін осылай бөліп аламыз және қатты жерін турайтын боламыз. Помидорды да ұзынша етіп турап аламыз. Және етімізді турап аламыз. Менде етіміз алдын ала пісірген, қайнатылған ет. Сіздер қуырып дайындасаңыздар да болады. Етті де ұзынша етіп тураймыз. Және дайын осындай фунчозаның арнайы суға алдын ала бұқтырып аламыз. 5 минут бұқтырған соң осылай таза қолымызбен, пышақтың көмегімен немесе қайшымен бөліктерге бөліп аламыз. Сонда жегенге ыңғайлы болады. Қалауыңызша тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Және жарты шай қасық уксус, 2 шай қасық соевый соусын қойдым. Сіздер дәміне қарай одан көбірек қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, қалағанша әсемдесеңіздер болады. Мен бетіне көңгек төсеттім. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер және каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.